Есептерді шешудің қандай тәсілдерін білесің? Есіңе түсір. Есепті шығар. Мектеп асханасына бірдей банкалармен 90 литр шие және 180 литр алма шырыны әкелінді. 18 банка шие шырыны. Мектеп асханасына қанша банка алма шырыны әкелінді? Бірінші тәсіл. 18 банка шие шырыны бар екенін біле отырып, бір банкада қанша литр шырын бар екенін табасың. Енді алма шырыны қанша банка екенін тап. Бір банкада 5 литр шырын бар екенін және банкалар бірдей екенін біле отырып, қанша банка алма шырыны әкелінгенін біле аласың. Ол үшін барлық алма шырынын бір банкадағы шырын мөлшеріне бөлесің. 180 литрді бір банка литріне бөлу керек. Бұл есепті екінші жолмен шешуге болады. Екінші тәсіл. Алдымен алма шырыны шие шырыннан қанша есе көп әкелінгенін табасың. Ол үшін 180-ді 90-ға бөлу керек. Алма шырыны екесе көп әкелінгенін анықтадың және 18 банка шие шырыны бар. Енді алма шырыны бар банка санын табасың. Сондай-ақ бұл есепті теңдеу құру арқылы шешуге болады. Бірінші, алма шырыны құйылған банкалар саны X банкаға тең. Екінші, бір банкадағы шие шырынын табу үшін 90-ды 18-ге бөлесің. Теңдеу құрып шеш. 180 бөлу X тең 90 бөлу 18. Сонымен күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып жауабын анықтайсың.